Математика пәні сабақтың тақырыбы бір саны мен амалдар орындау. 89-шы сабақ. Бүгінгі сабақта бір саны мен амалдар орындап үйренесің. Оқушылар, есімізге сақтаймыз. Кез келген санды бір санына көбейткенде сол санның өзі шығады. Немесе бір санын кез келген санға көбейтсек, сол санның өзі шығады. Мысалға, 3 санын 1-ге көбейтемін. Мәні болады 3. 1 санын 4-ге көбейтемін. Мәні болады 4. Немесе 5 санын 1-ге көбейтемін. Мәні болады 5. 1 санын 9-ға көбейтсем, мәні болады 9. Мәнін өсу ретімен орналастыра отырып, мақалды құрастырайық. 27 бөлу 3, мәні 9. Келесі өрнек, 3 көбейту 9, мәні 27. 5 көбейту 8, мәні 40. 6 көбейту 3, мәні 18. 9 көбейту 5, мәні болады 45. Енді өсу ретімен орналастырайық. Ең кіші сан бұл жерде ағаш. Ағаш. Келесі 9-дан кейін 18. Тамырымен. Одан кейін 27. Адам. Қырық 27-ден кейін досымен. Соңғы мықты 45. Сонда мақал ағаш тамырымен, ал адам досымен мықты екен. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Номер 4, 57-ші бет. Өрнектерді салыстыр. Номер 5, 57-ші бет. Номер 5-тің асында өрнек құрастырып, оның мәнін табасың. Ал әсінде өрнектердің мәнін табу керек. Яғни 15 қосу А азайту 13. Мұндағы А 5, А 10, А 30. Яғни Аның орнына 5, 10, 30 сандарын қоясың. Ал екінші өрнек, яғни Б азайту 2 қосу 18. Б-ның орнына 32, 43, 52 сандарын кезек-кезек қойып шығып, өрнектердің мәнін табасың.